Сәлем достар, сіздерге панкейк рецептісімен бөлісетін болам. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға сүтті құямыз, шымшым, тұз саламыз, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және сұйық майды салып бәрін жақсылап араластырамыз. Артынан ұн салып, құймақтың консистенциясы шығу қажет. Енді табамызды қыздырып, 2 ас қасықтан салып, 2 жағынан пісіріп аламыз. Осындай дәмді әрі тез дайындалатын панкейктарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.